Швеция әлемде жолы ең қауіпсіз ел. Билік жолдағы қауіпсіздікке жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер емес, мемлекет жауапты деп санайды. Билік жолды тігінен салмайды, жолдар қисықтау әрі бұрылысы мен кедергісі көп. Көшелер тоғысқан жерлерге айналма жолдарды да көп салады. Шведтер бұрылыстарда, қисық жерлерде айналма жолда жүйткіп өту қиын дейді. Бұған қоса қалада адам көп жүретін жерлерде жылдамдық шектеуі 30. Зерттеу көрсеткендей, адамды көлік 50-мен келіп қақса, өлім қаупі 80%, ал 30-бен қақса 10%. Міне осыны ескерген шведтер қаладағы жолдарды тік салмайды. Ал үлкен трассаларда осындай қауіпсіздік тростары орнатылған. Көлік соғылса, трос жылдамдықты азайтуға көмектеседі. Қарама-қарсы кетіп бара жатқан көліктердің арасында осындай кеңістік болады. Швеция мұның бәрін жолда қаза табатындардың санын нөлге түсіруді көздейтін Vision Zero бағдарламасы аясында жасап жатыр.